опустело. На небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Все готово к испытаниям. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв. 1949 жылдың 29 тамызында Семей полигонында қуаттылығы 22 тонна болатын алғашқы ядролық жарылыс болды. Жақын маңдағы ауылдардың бірде-бір тұрғыны эвакуацияланбай, адамдар ядролық саңырауқұлақты көру үшін үйлерінен шықты. Ал нәтижесі мынандай. Оған дейін 1945 жылы Америка құрама штаттары Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасын тастады. Бүгінгі күнге дейін бұл ядролық қаруды соғыс кезінде қолданудың жалғыз мысалы. Қазір әлемде шамамен 15 000 ядролық оқсұмсық бар. Осы таңда Ресей мен Украина соғысып жатқанын білесіздер. Егер ядролық соғыс басталса не болады? Бір атом бомбасының жарылуының салдары көптеген факторларға байланысты. Ауа райы, бомбаның құрылғысы, географиялық орны, сондай-ақ ауада немесе жерде жарылыс болды ма, соған байланысты. Энергияның шамамен 35% жылулық сәуле ретінде шығып, жарық жылдамдығымен таралады. Жылу мен жарқыл жарылыс толқынынан бірнеше секунд бұрын болады. Бұл уақытша соқырлыққа әкеледі және бірнеше минутқа созылады. Егер бомба қуаттылығы 1 мегатонна болса, бұл малыш деп аталатын бомбадан 80 есе күшті. Бірақ қазіргі заманғы ядролық қарудан күші әлде қайда азырақ. Онда уақытша соқырлық ашық күнде 21 км радиусы барлық адамдарға әсер етеді, ал түнде 85 шақырымға жетеді. Термиялық күйік жарылыс эпицентріне жақынырақ пайда болады. Бірінші дәрежелі күйік шамамен 11 шақырым жерде болады. 10 километрде екінші дәрежелі және үшінші дәрежелі терінің зақымдануы 8 километр жерде болады. Дененің 24%-ын қамтитын үшінші дәрежелі күйік жедел медициналық емдеусіз өлімге әкелуі мүмкін. Ауа райы және киген киіміңіз де өте үлкен рөл ойнайды. Мысалы, ақ киім энергияның бір бөлігін шағылыстырып жібереді, ал қара киім оны керісінше сіңіріп алады. Хиросимадағы жарылыс ортасында температура Цельсий бойынша 300 000 градусқа жеткен болатын. Бұл кремация температурасынан 300 есе артық. Бұндай температурада дене қарапайым элементтерге дейін ыдырайды. Жарылыс сәулесі күн сәулесі сияқты әсер етеді, ал ол түскен заттар артында көлеңке қалдырады. Бірақ жарылыс энергиясының көп бөлігі соққы толқынынан келеді. Ол ауаны эпицентрден ығыстырып, қысымның бірден жоғарылауын тудырады. Ал бұл болса объектілердің бұзылуына әкеледі. Мысал ретінде тағы да 1 мегатонналық бомбаны алайық. 6 километр радиуста 2 қабатты ғимаратқа шамамен 180 тонна күш әсер етеді. Ал желдің жылдамдығы сағатына 255 шақырымды құрайды. 1 километр радиуста ең жоғарғы қысым 4 есе артады. Ал желдің жылдамдығы сағатына 756 шақырымды құрайды. Адам ағзасы мұндай қысымға төтеп беруге қабілетті. Бірақ желдің әсерінен заттармен соқтығысуы өлімге әкелуі мүмкін. Өлімнің негізгі себебі құлаған ғимараттар, және мұның барлығы шамамен 1 мегатонналық бомба. Ал енді ең үлкен атом бомбасы сармен салыстырып көріңіз. Ресейдегі оқшауланған аралға 50 мегатонналық бомба тасталды. Бұл Хиросимаға тасталған 3333 бомбаға тең. Егер сіз керемет түрде аман қалсаңыз, радиация туралы ойлайтын кез келді. Бірақ барлық радиация зиянды емес. Біз оған күн сайын телефондар арқылы әртүрлі сәулеленуге ұшыраймыз. Бірақ ядролық жарылыс орталығындағы иондаушы сәуле атомдардан электрондарды шығарып жіберуге жеткілікті энергияға ие. Радиацияны қанша алатыныңыз
үй ішінде немесе сыртта болғаныңызға, ағаш немесе цемент құрылысына байланысты. 90% ықтималдықпен 600 бар доза алу өлімге әкелетін ауруларды тудырады, ал 450 бар доза әртүрлі бағалаулар бойынша зардап шеккендердің жартысын өлімге әкеледі. Бірақ тірі қалғандар да көп ауырады. Көптеген молекулалық байланыстар мен ДНК тізбектері қалпына келеді. Дегенмен 1/4 бөлігі мәңгілікке жоғалады. Ол генетикалық мутацияға және қатерлі ісік қаупінің жоғарылауына әкеледі. Радиоактивті жауын-шашынға көшейік. Бомба жер бетінде немесе жерге жақын жерде жарылған кезде воронка түрінде шұңқыр пайда болады. Және жердегі шөгінділер буланған шаңқыр бөлшектер ретінде ауаға ұшып саңырауқұлақ бұлтын құрайды. Бұл бөлшектер радиоактивті болып конденсацияланады және жердің күшеюіне байланысты жауын-шашын түрінде түседі. Радиоактивті бөлшектер жүздеген шақырымға ұшалады. Және негізінен олар байқалмаса да, кейде жауған қара жаңбырдан аңғаруға болады. Кейбір жауын-шашындар тез аяқталады. Және 2 аптадан кейін радиация деңгейі бастапқыдан шамамен 1%-ға дейін төмендейді. Бірақ оған дейін жер төлілерде тұруға тура келеді. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып